Армысыздар, қадірлі көрермендер. Күн нұрлы болсын. Бүгін ең керемет әрі ерекше мейрамдардың бірі. Халықаралық аналар, арулар мерекесі. Әр күндеріңіз күлкіге, махаббатқа, қамқорлық пен қуанышқа толы болсын дегім келеді. Бүгінгі бағдарламамызды мерекелік тамашамен бастағанды жөн көріп тұрмын. Назарларыңыз экранда болсын. Anasın bana zan, ayah bawakan, isi ciptaku, isi nembapan. Anasın bana zan, di babazan, bakit tunis biade, umet disiwakan, umet kundi, o sende sizge, anayımız bizge, dilimiz üzge, zaten nasıl? Oldum demiş yedim, kop senin kasiyetin, ayağı pisip dönün, aklımda basiyetin. Bavayımız bakımızga, avayımız tanımızga, ama güzüvenin anasın yanımızda. Ömer kundi, sada kundi, sada nasım. O sende sizge, anayımız bizge, dilimiz üzge, sada nasım. Көркем мерекенің қай кезде де орны бөлек. Олай болатыны аналарға деген ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек емес. Құрметті аналар, арулар, сіздер өмірдің гүлісіздер. Сіздерден өскен балалар, батырлар мен даналар. Құттықтаймыз мейраммен, құрметті абзал аналар. Сіздерді арнайы құттықтау үшін бағдарламамызға кішкентай өнерлі құрбымыз келді. Айша, қош келдің. Рахмет. Бүгін қандай мереке екенін білесің бе? Аналар мерекесі. Өте дұрыс. Сенің де мерекемен құттықтаймын. Рахмет. Мерекелік көңіл күйің қалай? Жақсы. Бүгінгі мерекеде аналарға қандай сый жасайсың? Ән айтасың ба, әлде өлең оқып бересің бе? Тақпақ айтам. Жақсы. Олай болса, көрермендермен бірге сені тыңдайық. Аяулы біздің аналар, ақылдан еткен даналар, алақандары аяулы, саяу шамы бақалар, дидар тапқан жарасым, мүпеле баққан баласым, әпешті бізді өсірген анашым, менің анашым. Айтайық алғыс анаға, ардақты асылдарыға, бастауы болған өмірдің ананы әркез бағала. Жарайсың, Айша. Аналарға деген өлеңің соңында әсерлі болды. Бүгін бізге қонаққа келіп, құттықтаған үшін алғыс білдіремін.
Ару ана өмірдің асылдары. Жайнасын, көңілдеріңіздің жасыл бағы дей келе, назарларыңызды экранға бұруларыңызды сұраймын. Ана адамзат баласының дүниеге келуіне себепкер болатын аяулы жан. Ана десе, жүрегі жылымайтын адам жоқ шығар. Менің анам өте көрікті, өте мейірімді. Мен анама қарап бой түзеп келемін. Қандай бақыт анамыздың болғаны, тәлім бізге әр ақылы қолдауы. Ана деген жанұяның көрігі, ана деген әр баланың зорбағы. Әлемдегі ең сұлу және ең керемет атау ана. Оның қадірі мен қасиетін түсініп біту мүмкін емес. Ана киелі есім, ана гүл, ана өмір шырағы. Кез келген адамның әдептілігі мен жан дүниесінің сұлулығы ең алдымен балаға ақ сүтін беріп, әлпештеп өсірген ана жүрегінің жылуынан басталады. Бала бойындағы ең жақсы қасиеттер де ең алдымен анадан тарайды. Ана, осы бір сөзде қаншама мән мағына бар десеңізші. Ана қамқоршы, ана сүйеуші, ана қоғам қызметкері, ана отбасы ұйытқысы. Ана жүрек, жүректі құдіретте. Ана тірек, тіректі құрметте. Ана шыңның, шыңына сағынып жет. Ана күннің, күніңе табынып өт. Бүгінгі бағдарламамыздың кезекті қонағы арнайы саяқ кентінен келіп отыр. Медет, қайырлы күн. Сені көргенімізге қуаныштымыз. Қош көрдік, мереке құтты болсын. Рахмет. Медет, өзім білетіндей бүгін ерекше мейрам. Ол аналар, арулар мерекесі. Осы орайда сенен сұрағым келіп тұр. Сен үшін ең сұлу адам кім? Ең сұлу адам ол менің ардақты анам. Ат биеден ауып анадан туады дейді халқымыз. Осы өмірде қаламы жүйрік жазушы да, ғалым да, ел бастаған көсем де, сөз бастаған шешен де ана көкірегінен нәр алып өскен. Ана барлық өмірдің бастауы. Керемет. Медет, осынау шақты күнде анарға жылы лебізіңді білдірсең, бір қонақ кәдем болсын. Менің анам ардақты, алтыннан да салмақты. Жақсы көріп баласын мәпелейді анашын. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тиятын. Мейіріммен тәрбиелеп, ана махаббатын құятын. Аяулы аналар, мереке құтты болсын. Аналарымыздың жүздеріңе қуаныш сыйлаған үшін рахмет айтамын. Ана сүті бой өсіреді, ата тілі ой өсіреді. Біздің бойымыздағы ең жақсы қасиеттер алдымен анадан тарайды. Бүгінгі бағдарламамыздың түрінде Айша Несіпбай. Сәлем Айша, мереке құтты болсын. Рахмет. Бүгін соңда әдемі болып тұрсың. Сіз де әдемі болып тұрсыз. Рахмет. Айша, анаңа сәлем жолдап қояйық. Анашым, мен сізді жақсы көрем деп айта қойшы. Анасым, мен сізді жақсы көремін. Анаң қандай екенін сипаттап берші. Менің анам ақылды, әдемі, сымбатты. Керемет. Айша, бүгін бағдарламамызға аналарды құттықтау үшін келіп отырсың. Аналарымызға тақпақ айтып бересің, иә? Ал айта ғой. Ақ анасын әппағым, өзі дайыр таппағым, өзі әлімге, анардың саған бәрінде. Айша, келгенің үшін алғыс білдіремін. Тағы да мерекеңмен. Рахмет. Құрметті көрермендер, сөзімді түйіндей келе айтарым. Адам болғысы келсе, алдымен ананы қастерлей білу керек. Ардақты аналар, мейрамдарыңыз құтты болсын. Келесі жүздескенше сау болыңыздар. Әйел ару, әйел жар, әйел ана әлемге, әйел дастан, әйел жыр, гүл сыйлайық әйелге.